Жарықтың өшкенін пайдаланып, біз өлең оқып алайық. Мынау бір майшамның әсерімен. Жүрсін Ерман, ақынның үйі немесе Қасым Аманжоловтың үйін қирату деп аталады. Дегені қайда басылды құйын, ақылым жетпей ашайды миым. Виноградов көшесіндегі қиратып жатыр Қасымның үйін. Қайтейін кемба қастана сені, тиетіндей ақ басқаға себі. Қиратып жатыр Қасымның үйін, қиналып тапқан басты баспан ізеді. Шақырда шұқыр шаққандай негін, ажалдың сезім ақпандай лебін, біртіндеп сөгіп қабырғаларымды, кеудемді бұзып жатқандай менің. Жырды қорғаудың кешік терезесі, қирады сынды есік терезесі, сәби жырлардың бесігі еді, бар екен сонша бесік денесі. Шашылды жерге шамдары сыңғыр, тағы да үйсіз қалдарысың бір. Қиратып жатыр Қасымның үйін қатыге жандар, қолдарың сыңғыр. Жүргімеді жыр көшіндегі, бауырын жазып бірі көсілмеді. Қиратып жатыр Қасымның үйін, біздің үй соның іргесінде дейді. Мен бір сұмдық бір поэзия түсінетін адам емеспін, бірақ бұл жерде көп қоғамдық нәрсе айтылған ғой. Тағы да үйсіз қалдарысың бір дейді. Немесе мына жерде қараңызшы. Шақырда шұқыр шаққандай негін, ажалдың сезім ақпандай лебін. Жарайтын теңеу екен. Түсінікті ғой. Біртіндеп сөгіп қабырғаларымнан, теңеуді қараңыз. Біртіндеп сөгіп қабырғаларымды, кеудемді бұзып жатқандай менің. Одан кейін сәби жырлардың бесігі еді. Үйді бесік деген бұл жерде метафора. Бар екен сонша бесік денесі. Деп келіп, ең соңғы қиратып жатыр Қасымның үйін, біздің үй соның іргесінде. Біздің үй соның іргесінде дегеннің мағынасы, яғни физикалық жағынан да екеуінің көрші тұруынан бөлек, ол жерде мен де Қасымның жолын қуған адам едім. Демек, оның басына туған күн біздің де басымызға келіп қалама деген ой бұл жерде. Соны қиратып жатыр Қасымның үйін, біздің үй соның іргесінде деп беруі қандай әдемі шешім болған, немесе қалай әдемі жазылған.